Қайырлы күн баршаңызға. Үй жағдайында осындай донер жасаймыз. Өте тойымды әрі дәмді болып шығады. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіз. Алдымен етімізді осы видеодағыдай ұзынша ет турап аламыз. Одан кейін етімізді қалаған дәмдеуіштеріңізді қосып, жұмсақ етіп қуырып аламыз. Етіміз дайын болды, турап. Енді одан кейін помидор мен огурцымызды турап аламыз. Помидорымызды дәл осы огурцы сияқты тураймыз. Бізде салмасына барлығы дайын. Етімізді осылай жұмсақ қылып қызартып қуырып алдық. Енді картошкамызды турап, мұздай суға салып қоямыз. Одан кейін кептіріп алып, сосын майымызға қуырып аламыз. Енді лавашымызға майонезімізді, кетчупымызды салып алып, етімізді барлығын кезек-кезек салып аламыз. Еттің орнына кәдімгі тауық етін қолдансаңыздар болады. Енді помидор огурцымызды салып аламыз. Барлығын салып, енді осылай орап аламыз. Қызып тұрған табамызға осылай екі жағын қызарып салып аламыз. Үй жағдайында жасалған донеріміз дайын болды. Енді осыны кесіп көреміз. Міне бізде арасы осылай шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Видеоны толықтай қарап, қолдап кетіңіздер.